Бәріне сәлем. Бүгін Айсәуле қызыммен сұхбат. Сәлем ба. Анашым, сен 10 жасында қандай болдың? Мектепте ең жақсы көретін пәнің қандай еді? Мен 10 жасымда өте пысық, ізденімпаз қыз болдым. Ең жақсы көретін пәнім мектеп кезінде физика, химия пәндері болды. Нақты ғылым дейміз. Сол пәндерді сүйіп оқитынмын. Барлық белсенді мектептің болатын жұмыстарына араласып, ізденіп, сөйтіп өткізетін бала кезім, мектеп кезім сондай естеліктермен есімде. Жақсы. Екінші, мен жасымда қандай маман иесі болуды армандадым? Сенің жасында мен бала дәрігері болуды армандадым. Кішкентайымнан менің отбасым, нағашыларым барлығы дәрігерлер болатын. Сол әсер етті ме? Кішкентай кезімнен бала дәрігері болуды армандадым. Бірақ ол арманымен бала дәрігері болмадым, бірақ сол салаға жақын, медицина саласына жақын мамандық иесімін. Бала кезінде сен де бір нәрседен қорықтың ба? Оны қорқыныштыны қалай жеңдің? Иә, кез келген бала бір қорқынышы болады. Сол балалардікі секілді менің де қорқынышым болды. Ол бір адамға дұрыс пайдалы кеңес бермеу, дұрыс нәрсе, бір сұрағына дұрыс жауап бермеу секілді сондай қорқыныштар болды. Оны мен іздену арқылы жеңдім. Көбірек. Қандай да бір қорқыныш болса, соған тік қарап, сол туралы көп мәлімет ізденіп, солай қорқынышты жеңуге болады. Менің қандай қасиетім немесе ісімді ерекше мақсатпен тұттым? Менің қандай қасиетімді немесе ісімді ерекше мақтан тұтасың? Мен сенің ізденімпаздығыңа. Біз кішкентай кезінде Түркия еліне барып, сол жақта тұрып өмір сүрдік. 5 жыл көлемінде. Сол кезде қызымның ешқандай бала болды ма, әлде өзінің бір мінезі ма, қорықпай мектепке барды, түрік мектебіне, қорықпай балалармен араласып кетіп, сол тілді тез үйреніп алып, сондай ізденімпаздығының, бір нәрсені бастаса соны соңына дейін жеткізу, бір тік мінезділігі, сонысымен мен мақтан тұтам. Қызымның полиглот дейді ғой, тілге өте жақын. Қай тілді болмасын меңгерсе тез алып кетеді. Сол ерекшелігі бар. Сонымен мақтан тұтам. Қызымның әрбір ісі, әрбір сөйлеген сөзі, қимылы барлығымен мақтан тұтам. Әкеммен қалай таныстыңыз? Алғашқы әсеріңіз қандай болды? Біз әкеммен мектеп кезінде таныстық. Бір мектепте оқыдық. Солай үйлі болып, балалы шағалы болдық. Жастық шағыңыз қандай арманыңыз болды? Жастық шақ дегенде мектеп бітіргеннен кейінгі уақытта бір үлкен арманым болды. Ол Германия елінде білім алу. Әлі де ол арманым бар. Орындалады деген сенімдемін. Сол жақта үлкен дәрі жасайтын заводта бір тәжірибе алу, лабораториясында жұмыс істеп көру секілді бір әлі де арманым. Мен бала кезімде қандай болдым? Мен бұзық болдым ба? Сен бала кезінде, қазіргі тілмен айтқанда, гиперактивный дейді ғой балаларды. Сондай гиперактивный болдым. Бір жерде отырып, бір ойыншықпен 5 минутта ойнамайтынсың. Ортаға тез сіңісіп кетіп, балабақшаға барғанда да, ойын алаңына барғанда да тез балалармен тіл табысып кетіп ойнайтынсың. Бірақ жаңағы еркек шора дейді ғой енді, тіл ұл балдармен өскеннен кейін еркек шора бір қылығы болатын. Жаңағы солармен алысып, төбелесіп,
сөйтіп ойнайтын. Өміріңіздегі ең үлкен жетістігіңіз қандай? Менің өмірімдегі ең үлкен жетістігім бұл сендерді дүниеге алып келдім. Сендердің, Құдайға шүкір, сендердің қызықшылықтарыңды көріп, әрбір жаңағы жетістіктеріңе куә болып, әкең екеуміз, сол менің үлкен жетістігім деп санаймын. Маған беретін ең басты өмірлік кеңесіңіз қандай? Ең басты өмірлік кеңесім ешқашан сұрақ қоюдан және үйренуден тоқтамау. Әлем өте тез өзгереді, ал білім мен қызығушылық кез келген жағдайда жол тауып шығуға көмектесетін сенімді құрал. Өзіңді және айналаңды тануға ұмтылу сені мықты және еркін етеді. Сол үшін білім ал қызығушылығың тоқтамасын. Сондай-ақ қателік жасаудан қорықпа. Қателік ол жеңіліс емес, ол қандай да бір істің іс бастамас бұрын ол тәжірибе және өсудің бір сатысы. Сондай кеңесім саған, қызым. Бізді көріп, бізбен болғандарыңызға үлкен рахмет. Адал бала парақшасына тіркеліңіздер, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Барлығына сау болыңыздар.